Достар, қайырлы күн. Қалайсыңдар? Мені сағындыңдар ма, достар? Достар, менде күшті жаңалық бар. Мен магазиннен ше күшті қыз асырап алдым. Міне, бұл әлі бөпе ғой. Бұның аты Ноқат. Менің атым Нагунай, бөпемнің аты Ноқат. Достар, қараңдар, бұл ше бір ұйықтап алу керек. Аты оны магазиннен келгеннен шаршап, бас ауырып тұр ғой. Әлеу деп ұйықтатайық, я? Әлеу, ұйықтап қалды, достар. Ол ұйықтап жатқанда мен басқа заттарды жинастырып қояйын. Достар, бөпем жылап жатыр. Ой, жаным, Ноқатым, менің Ноқатым. Сен шаршап қалдың ба? Сен мені маманы іздедің ба? Маманы деші? Мамасын деп жатыр. Достар, Ноқат ұйқыдан тұрды ғой. Бұның бетін жуымыз керек. Аты көзі бұлшық болып деп тұр ғой. Түрі жаман сияқты. Қазір бетін сүртетін боламыз. Осылай бөпелерге арналған салфетканы аламыз да, бұлай ішінен аламыз біреуін. Сөйтіп Ноқаттың бетін сүртеміз. Ноқат, кәне, менің достарыммен танысып қой. Бетімізді әдемілеп сүртеміз. Көрдіңдер ме, достар? Әдемі болды. Тап-таза болды, менің бөпем. Қалаңдар, оның шашы ұзын. Менің де шашым сондай ұзын болса, я. Бәрібір маған ешкім жетпейді ғой. Мен әлемдегі ең сұлу қызбын ғой, я, достар. Достар, енді біз бұның бетін сүрттік. Енді бұның шашын тарауымыз керек. Шашы дода-дода болып тұр ғой. Бізде мынандай айна, сосын тарағымыз бар. Ноқат, айнаға бір көрінші өзін. Енді шашыңды тараймыз. Шашын тараймыз. Вау, қараңдар, достар. Күшті таралып жатыр шашы. Құйрығынан асып тұр ғой шашының ұзындығы. Вау, Ноқаттың шашы жылтырап әдемі болып тұр, я, достар. Қараңдар, мен оның шашын тарадым. Енді оның шашын мен өремін жақсылап. Я? Бұлай өремін. Достар, сендерге көрініп тұр ма? Мен сендерге өруді үйретем, көріп жақсылап. Мен бұлай шашын үшке аламын, сосын осылай өре бастаймын. Өте әдемі болып жатыр, достар, я. Қараңдар. Достар, көрдіңдер ма? Міне, мен шашын өріп біттім. Енді бізде Ноқатқа мен арнайы мынандай күшті резинка ағам ғой. Соны былай қыстырып қоямын біреуін. Вау, достар, қараңдар, мен қолымнан бәрі келеді. Мен ақылдымын, Нагунай ақылды, Нагунай сұлу. Достар, қараңдар, сендер мені тек қана мұрын шұқиды деп жек көресіңдер ғой. Мен көп нәрсе қолымнан келеді. Мен ақылдымын. Достар, қараңдар, мен өрдім мұнаны. Менен үйреніп аңдар, я? Сосын сендер де бөпелеріңнің шашын солай әдемі қылып өрттересіңдер. Достар, қараңдаршы, бұның еще сырғасы бар Ноқаттың көйлегі әдемі, я? Ей, Ноқат, сен неге қысқа көйлек киіп алғансың? Сен ауырып қалма. Сосын жөтеліп отырасың ғой, мамаңды уайымдатып. Ноқат, енді саған тамақ жеу керек. Мұнда отыр мұнда. Я, отырып ал жақсылап. Қазір мен саған тамақ берем. Достар, қараңдар. Біздің Ноқат осы крекстің чипсін жақсы көріп қалды, достар. Мен Ноқатыма не жақсы көреді, соның бәрін алып берем. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ноқат, менің достарыма қарап отырсай. Ням-ням-ням-ням-ням. Біреуін жақ қойған ғой. Ням-ням-ням. Тәтті ма, ұнады ма? Енді аузыңды сүрт, жаман қыз болма. Аузыңды сүртіп қой. Молодец, Ноқат. Ноқат, енді кішкене су ішіп алсай. Мә. Енді ойнайсың ба? Достар, Ноқаттың досы бар, железный человек деген. Олар сонымен бірге ойнап келсін, я? Ноқат тамағын ішіп алды ғой. Енді бар, ойна. Оның железный человек деген осындай досы бар. Бір жағынан оны қорғап жүреді, ол ше бәрінен сол үшінде железный человекпен бірге ойнауға жіберем оны. Сендер барып ойнап келіңдер, я, Ноқат? Барыңдар. Сендер ойнап келдіңдер ма, Ноқат?
жарайды. Ей, мынаның тамақ ауырып қалған сияқты ғой. Железный человек, сен үйіңе қайта бер, я. Достарын оқаттың тамақ ауырып қалған сияқты, ана жөтеліп тұр, деп жөтеліп тұр ғой. Бұлар суға ойнаған ау деймін. Қазір мен аптечкамды алып келемін. Күте тұрыңдар. Ноқат, сен әзірге жата тұр. Мен саған айттым, мұздай су ішпе, жаман суға ойнама деп. Қазір мен сені тексеріп көрем. Жата тұр. Хаппа! Достар, қараңдар, менің амбуланс деген осындай аптечкам бар. Осы аптечка мен қазір тексерем. Мүмкін менің бөпем ауырып қалған шығар, Ноқат. Тамағы деп тұр ғой. Не, қараңдар, достар, мен бұны жақсылап тексеруім керек. Қазір мен очкиімді киіп алайын. И Ноқатты қазір тексеремін жақсылап. Так, бұл бізде фонаригіміз. Температурасын өлшеуіміз керек бірінші. Және де тамағын міндетті түрде ашып көру керек. Менің бөпем ауырып қалса уайымдаймын ғой, достар. Ноқат, берке, жоным, ауыртпайды, мама, ауыртпайды, жарай ма? Қазір сенің бірінші ыстығыңды өлшейміз, достар. Ең бірінші ауырып қалған кезде міндетті түрде балаңыздың температурасын өлшеңіз. Бұлай қолтықтың астына қоямыз градусникті. Жақсылап көріп алыңдар, я. Сосын бұлай ұстап тұрамыз. Қазір өзі тың деп дыбыс береді, содан кейін көреміз. Достар, уже 37,8 болып жатыр. Ужас. Достар, температурасы 39 болып тұр. Тезірек көрсіну керек. Бұл тамағы өсіп кеткен ба, қарайық. Ужас. Кәне, балапан, аузыңды аша қой. Әде, Ноқат, әде. Тамағың қызарып қапты ғой сенің. Жата тұр енді. Әке бері тағы көрейік. Достар, шынымен тамағы қызарып тұр. Мен фонарикті жағып көріп едім. Тамағы қып-қызыл болып ісіп тұр бөпемнің. Достар, енді мен не істеймін? Мен таптым. Оған ыстық шай беру керек. Ноқат, кел, отыр, мен саған шай беремін ыстық. Я, ана жерге отыр. Мен осы ыстық шайды ішіп ал. Ше ғой, жаным. Ше ғой, жатасың көзір, жаным, жатасың көзір. Молодец, достар, Ноқатым ыстық шайды ішіп алды. Енді қазір жазылатын шығар, оған тек терлеу керек, я? Ноқатым, жата ғой. Алдымен сенің заколкаңды шешіп тастайын. Достар, өргенін шешіп тастайын, басына батады ғой қазір жатқан кезде. Жата ғой, әлди. Мен бұны орап тастап, енді терлетуім керек. Өйткені ыстық шайын бердім, температурасын өлшедім, тамағын тексердім. Енді бұны жаялыққа орап терлету керек, достар. Қазір мен жаялығымды алып келем. Бірінші оны қалың киіндіру керек. Достар, қараңдар, оны жақсылап қалың киіндіру керек. Сонда бар ғой, терлесе денесі жіпсейді да, сосын тез жазылып кетеді. Білесіңдер ма соны? Міне, мен оны жақсылап орадым. Қазір біз мынандай жаялығымызбен, осындай жаялықпен қазір орап қоямыз. Нәкөнай, ақылды ғой. Мен бәрін мамамнан көріп ағам, бәрін білем. Мен ақылдымын. Еще мен әлемдегі ең сұлу қызбын. Ноқатым менің, кел. Достар, міне, менен үйреніп алыңдар, жарай ма? Менен үйреніп алыңдар, қараңдар. Мен осылай жаялықты қоямын, бірінші басын жабамын, и осылай жаялықпен ораймын. Міне, достар, осылай ораймын. Сосын бұл терлейді да, сосын жазылып кетеді. Я, сосын достарымен тағы да ойнайды. Әлі, бөпешім,
Алло, бөпежім. Менің даусым күшті ғой. Менің даусымнан бөпем ұйықтап қалады. Ұйықтай ғой жаным, ұйықтай ғой. Ұйықтай ғой жаным, ұйықтай ғой. Достар ұйықтап қалды. Бөпем ұйықтап атқан кезде, мына жерлерді жинап, тамақ жасап қояйын, иә? Достар Ноқат ұйықтап жатқан кезде, мен оған полезный тамақтар жасап қоюым керек. Қарандар, мен осындай сковородканы алдым, мына жерге газымды дайындап алдым, және осыған брокколиді саламыз. Мына жерде куриные ножки, окорочка бар ғой, сондай ғой достар, және осындай кукуруз. Бұл өте пайдалы тағамдар, достар, сендерді жасап көріңдер, иә? Және де ет. Қосамыз да осының барлығын қуырып, Ноқатым тұрғанша дәмді тамақ жасап қоюым керек. Қарны аш шығар оның. Достар, менің тамағым дайын болды. Сендерге көрсетейін ба? Қарандар. Өте дәмді, полезный тамақ. Және достар, шай қойып қояйын. Тамағым дайын, енді шай қойып қояйын. Ой, Ноқатым жылап жатыр, достар. Ноқат, тұрдың ба? Кел. Қатты терлеп кетіпті, достар, қазір терін сүртейін, иә? Қазір енді, достар, температурасын өлшеуіміз керек. Температурасын өлшек түсті ма, түспеді ма? Бағана 39 болып еді ғой. Қазір өлшеміз, қолтығының астына қойып өлшеміз. Кішкене күте тұрсаңыздар, өзі градусник пик деп дыбыс береді. Сол кезде алып көресіңдер, иә, достар. Қазір Ноқаттың температурасы түсті ма, түспеді ма? Қараймыз. Достар, Ноқат жазылды, қараңдар. 36-да 8 болып тұр ғой. Бағана 39 еді ғой. Молодец, Ноқат. Достар, көрдіңдер ма? Осылай уақытында шайын беріп, ыстық шайын беріп, терлетсеңдер, бөпелерің тез жазылып кетеді. Күнай ақылды. Ноқат, енді тұрда шашыңды жи. Достар, бірінші тамақ жердің алдында шаштарыңды осылай жиып алыңдар, ато тамаққа шаштарың түседі ғой. Міне, Ноқаттың шашын осылай әдемі етіп буып қойдым. Енді қазір тамақ берем. Ноқат, кел отыр. Тамағыңды же. Бірінші брокколи береміз. Сонда ол күшті асқазанды. Ет жейді ғой қазір, соны қортып тастайды ғой. Брокколи. Ням. Және кукуруз жейміз. Ням. Енді куриные ножки беремін. Ням. Және соңғысында ет беремін. Ням. Молодец, Ноқатым. Менің Ноқатым, достар, тамақтың бәрін тауысып жеп алды. Полезный тамақты. Енді күші көп болады. Молодец, Ноқатым. Сен жазылдың. Енді артынан тағы бір рет ыстық шай іш, иә? Міне, мен шайды қайнатып қойдым, достар. Енді Ноқатқа беремін. Ше ғой. Тауысып қой, тауыса ғой, жаным. Ноқатым барлық шайды тауысып қойды, достар. Енді Ноқаттың тамақтан кейін міндетті түрде тісті тазалау керек. Өйткені тамақтан кейін қалдықтар тісімізде қалып қояды ғой. Қазір Ноқаттың тісін тазалаймын. Ноқат отыра тұр, қазір тазалаймын. Бізде Ноқатқа мен осылай щетка арнап қойғам. Мынау бізде зубный пастасы және мынау щеткасы. Достар, зубный пастасы мынандай апельсин дәмімен күшті, я. Мен де осындай вкустармен зубный пастаны жақсы көремін, достар. Қазір біз Ноқаттың тісін жуамыз. Кәне, Ноқат, аузыңды аша ғой. Тісті жуған кезде, достар, бұлай, үйді барлық жерді тазалау керек. Ноқаттың да тісін тазалаймыз. Дыз. Молодец, Ноқат. Не болды? Тісің тап-таза болды ма? Молодец. Ноқат, енді сен
ойнап кел, жарайма. Ноқатпен бірге өткізген бір күніміз аяқталды, достар. Сендерге ұнады ма? Тағы да осындай видео қажет десеңдер, комментарийға жазыңдар, иә? Біз сендерді жақсы көреміз. Келесі кездескенше сау болыңдар, достар. Ноқат та сендерге сау болыңдар деп отыр, достар. Пока!